ер азаматты тегінен адастырмау керек. Жігіт ретінде қабылдамайды. Қабылдамайды, бала сияқты қабылдайды. Шап берді бұтымнан. Қайрат Асқаровты барып сағаттап болашақтың алдында күтіп тұратынмын. Тамақ ішпейтін уақытта нан ұрлап жегеніміз. Мен тойға өзім болып өмірімде бірінші рет екінші курста бардым. Мына джиппен келе жатсаң, биік машиналармен келе жатсаң, ойлайтынмын, ана көршілерім есік алдында көрсе ғой менің осы машинадан түсіп бара жатқанымды деп. Асабалардың барып жатқан ұятсыздықтары, добалдай жігітсің ғой сен, мынауың не? Менің жүрегім әсіресе зу ете қалды. Қорықтың. Ұсталдым. Мұхтар Шаханов келіп тұр. Сен қызықсың сен. Ана жерде автордың өзі отырады. Тойда кез келген бойжеткенді жетектеп кете беруге болмайды. Бірақ оны әке-шешеңнің көзінше айтуға болмайды ғой. Базарда арба сүйретуге де көнесің ғой. Ал мен қорқам олай істеуге. Армысыздар, құрметті көрермендер. Назарларыңызға Алаш Лайф бағдарламасының жаңа санын ұсынамыз. Бүгін бізде қонақта Асаба, той журналының бас редакторы Айтуған Рзалдин. Айтуған, қош келдің. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Қалай? Аллаға шүкір, жақсы. Тамаша. Енді көрерменге жақынырақ өзіңмен таныстыру мақсатында осы сұхбатқа шақырдық. Рахмет келіскеніне. Өзің жайлы айтып берсең, қай жақта туып өстің? Енді елеп ескергендеріңізге біріншіден сіздерге рахмет. Мен Қарағанды облысы, Жаңарқа ауданы, әке-шешем сол ауданның орталығында тұрады. 6 айлығымнан 6 жасыма дейін сол Жаңарқадан әрі қарай 116-130 шақырымдай. Жаңарқаның Ақтау деген ауылында өскен, балалық шағым сол жерде өткен. Қалған одан кейін 1-ші сыныптан бастап 7-ші сыныпқа дейін Жаңарқада оқыдым. Қалғаны 8, 9, 11-ді Қарағандыдағы, қазіргі енді үлкен қара шаңырақ, осы Қарағанды қаласымен жасты, құрдасы Нұрмет Нұрмақов атындағы нөмір 2 мектеп интернатында оқыдым. Соны аяқтадым. Одан кейін политехта оқыдым, теміржол мамандығы бойынша. Теміржолды бітірдім деген сияқты. Әрі қарай кете береді. Енді жанұяларында менің білуімше 4 ұлсыңдар, иә? 5-еуміз. 5, Аллаға шүкір. Құдайдың бергені. Сенен басқасы өнерге тағы біреудің қатысы бар ма? Ешқайсысы. Тіпті әкем де шешем де есепші. Біреуі зейнетақы беретін жерде жұмыс істейді, анам. Әкем Жаңарқаның жылу беретін мекемесінде қызмет жасайды, бухгалтер болып, есепші. Ағам да, інім де ешқайсысы өнерден алшақтау. Сен ғана? Бәрі спортқа жақында менен басқалар. Ал енді сенде өнерге деген нақтырақ айтатын болсақ, қазақтың поэзиясына деген махаббат қалай оянды? Менің негізгі әдебиетке келуіме себепкер болған бірден бір тұлға ол Шаханов, Мұхтар Шаханов. Өйткені Мұхтар Шахановтың өлеңдерінде бір белгілі сюжет бар, оқиға бар. Менің алғашқы жаттаған үлкен шығармаларымның бірі сол Шахановтың Нарынқұм зауалының бөлімі бар, Әке үкімі деген. Содан бастап жаттай бастадым. Сосын ең алғашқы поэзия кітаптарынан оқып тауысқаным ол Мұқағали Мақатаевтың Жылап қайттым өмірдің базарынан деген кітап. Неше жасында басталды? Ол мектеп қабырғасында, сол 8 оқып жүрген кезде. Енді оның алдында Жаңарқада оқып жүрген кезде андай кішкентай кітаптарды оқыдық қой, Әмина мен Саз күшік деген сияқты. Бірақ оның барлығы енді бір осындай бір кітап оқыдым немесе осыдан бір жаттадым деп кітап санына қосатындай дүние емес. Сол алғашқы кітапқа деген махаббат негізі тіпті мектеп қабырғасында да басталған жоқ. Алғашқы кітапқа деген махаббат ол осы университет қабырғасында басталған шығар. Бірақ сондай бір кітап тауыстым, бір кәдімгідей қазақ әдебиетін кемірдім, ондайдан аулақпын. Мені дамытқан, мен бір жақсы ортаға түстім. Қазіргі белгілі ақын, Егемен Қазақстанда жұмыс істейтін Мирас Асан, айтыс ақыны болған, қазір енді қатты көп көзге түсіп жүрген жоқ, Ерқанат Кеңесбеков, Шалқыбасов Дархан Астанада қызметте болғанда, мұғалімдік салада, ұстаздық салада. Сосын Алматыдағы Салтан Сәкен, өзіміздің Қарағандыдағы әнші композитор Амангелді Ахметжанов, прозаик, ақын Алмаз Мырзахметов, орталық Қазақстанда жұмыс істейтін Рауан Қабидол деген үлкен ақын. Мен осы ортада болдым. Енді есімдерін ұмытып кетіп жатсам, ренжи қоймас ешқайсысы. Бірінші Марулан Уәлиев, қазіргі композитор, әнші. Осы ортаға түстім. Бұл орта өте білімді орта. Және де бұлардың ортасында бір өсек аян, біреуді жаманда, немесе ананы әңгіме қылу, ондай жоқтын. Осы ортаның ішінде Дидар Қамиев бар. Бұл ортада әңгіме тақырып болатын.
бір отыра қалғандағы ойынымыздың түрі, енді картадан бөлек ойынымыз ол не болатын, ұйқастырып отыру. Жаңағы өзіміз бір топ болып отыра қаламыз да, бірімізден соң біріміз бір ұйқасты аламыз да, соны жалғастырып алып кету болатын. Сонда олар кітапты әңгіме қылып отырады, мен әңгімеге араласайын десем, әңгіме айтқанды жақсы көремін, әңгімеге араласайын десем білімім жетпейді, өйткені ол кітапты оқымағанмын. Келесі кездесуге сол кітапты оқып келем, бірақ келсем олар басқа кітапты оқып отырады. Мен сол күйі оларға жете алған жоқпын, бірақ менің соларға жетсем деген талпынысым менің бүгінгі жағдайға жетуіме үлкен сеп болды деп ойлаймын. Ал қазір қалай? Кездескен кезде әңгімені кім жүргізеді? Қазір де олардың білімі өте жоғары. Менің бір жақсы, енді өзіме ұнайтын бір тұсы ол, мен әңгіме айтқанды жақсы көремін. Неге деген сұраққа жауап, менің марқұм нағашы атам өте әңгімешіл адам болатын. Жаңағы 6 айлығымнан 6 жасыма дейінгі аралықта мен тіпті осы ұйықтаған кезде мен ес білгелі әңгіме тыңдайтын уақытқа жеткеннен бастап, атам марқұм менің бір түнімді әңгімесіз өткізген жоқ шығар. Ертегі айтып береді, қалжың әңгімелерді айтып береді. Дастархан басында отырған кезде анау былай істеген екен, мына шешенің мына бір сөзі бар екен деген бір қазан ошақтан алшақ рухани әңгімелер көп айтылатын. Осы да менің бала күнімнен әдетке айналып, бір мені әңгімеге жақындата түсті деген ойдамын. Ол да бір себеп болды ғой. Иә, және де бастауыш сыныптарда оқып жүрген кезде, мысалы, бүгін мұғалім сабақты түсіндіреді, ертең соны сұрайтын еді ғой. Мен соны оқымайтынмын. Мұғалімнің айтып бергенін ертең өзін айтып бере салатынмын. Менің естуім арқылы жеткен дүние ешқашан ұмытыла болмайтын. Менің бір артықшылығым осы болған шығар. Сондай бір қасиет қалыптасты, иә, балалық шақта. Иә, әдетке айналып кеткен шығар. Нағашылардың қолында өстің, иә, 6 жасқа дейін. Басқа ағаларың да нағашылардың қолында өсті ме, әлде сені ғана берді ма? Жоқ, мен ғана, менің ағам екеуміздің арамыз өте жақын. Бекзат екен. Бекзат есімі. Ағам екеуміздің арамыз 1,5 жыл. Ол 87-нің жазы, шілде айында туған, мен 89-ның қаңтарында туғанмын. Содан кейін мен туғаннан кейін менің әкемнің қарындасы тұрмысқа шығады да, анам Алматыға кетеді, сол жақта біраз жүреді. Сол уақытта жаңағы келгенше сүті қашып кетсе керек. Содан кейін барып, жаңағы өзімнің туған атам мен әжем нағашыларым айтыпты, енді анау қыздарыңызға көмек болсын, аласыздар ма айтуған деп. Содан кейін өзімнің туған ата әжем марқұм, жатқан жерлері жайлы болсын, рұқсаттарын беріп. Ол да бір даналықтың белгісі ғой. Иә, нағашы әжем сосын алып барған. Содан кейін жаңағы өсіріп жеткізіп, сосын тура мектепке баратын уақытта әжемнің өзі айтады қазір. Өзі 2 ата, 2 әжеден аманы сол жаңағы нағашы әжем. Сол кісі айтып отырады, неге мені енді алдыңыздар, неге бердіңіздер деп сұрақ қоямын ғой енді балалықпен. Сол кезде айтатын әңгімесі, сен жақсы оқысаң жарайды, бізге абыройсың. Бірақ жаман оқып, ертең бір бұзылған болып жатсаң, ана әкеңе шешең бір қарыздар болып, соның алдында өмір бақи кінәлі болып қаламыз ғой. Қанша дегенмен сен біздің бала емессің. Ол жиен ел болмас деген әңгіменің мен қадірін осы кезде түсінген шығармын. Турасын айтқан екен ғой. Иә, менің нағашыларым Алтайдың Қалыбектері, менің өзімнің руым Сайдалы, Алтайдың арғыннан тараймыз. Сонда менің марқұм нағашы атам ешқашанда мені сен Қалыбек боласың деп айтқызған жоқ. Сен Сайдалысың. Мен үшін үйдегінің бәрін Сайдалы қылатын, өзі де Сайдалы болатын. Сонда нағашы әжемнің руы Тоқа, сонда жаңағы атамның құрдастары мазақтап отырады. Сен бәлен жылына ырсалдыға көнбей, Тоқа болмаған кезде мына жиенге көніп Сайдалы болып кеттің ба, сонда өзіңнің тегіңді сатып кеттің ба деп. Сол кезде атам айтатын, ер азаматты тегінен адастырмау керек. Ол айналып түптің түбі өзінің қанына, өзінің руына, өзінің үйіріне барып қосылады. Сол кезде оны өзегінен теппеу керек ешкім деп айтатын. Міне Аллаға шүкір, мен сол бағытта жүріп келе жатырмын. Бір күнге де, бір сәтке де бір басқа руды паналаған емеспін. Өзімнің тегім, өзімнің руым, өзімнің қаным деп жүрген адамдардың бірімін. Және де осыны қолдаймын. Әр зат өзінің атымен айтылу керек. Жиен болу керек, немере болу керек, келін, күйеу, ұл, қыз болу керек. Әр зат өзінің атымен атылған жағдайда қатты бір қиындықтар туындай қоймайтын шығар жеке өмірде. Ал енді қазір өз жанұям бар, иә? Аллаға шүкір. Енді мынандай бір жағдай туындаса, өз баланды қайын жұртқа берер ме едің тәрбиелеуге? Мен қайын жұртқа деп айтқаннан көрі, ол қайын жұрт деген сәл алшақтатып тұратын шығар. Мен баламды нағашыларына тәрбиелеуге, беруге ешқандай қарсылығым жоқ. Қыз баладан көрі, бірақ ер баланы берген әлде қайда ыңғайлы.
ер баланы тәрбиелеген ыңғайлы, өйткені қыздың тәрбиесі қиындау, қалай айналып келсе де. Әке шешесінің қасында болған дұрыс. Қызға қаталдық керек, қыз баланың сырттағы тәрбиесі қиындау болатын шығар, ұл баланы беру керек деген ойдамын. Және де берген күннің өзінде де біздің тарапымыздан жандай талаптар болатын шығар. Яғни оны тегі сол сайдалы болып өседі деген сияқты. Менің жарым Қарқаралынікі, Қаракесектің қызы, есімі Олжан. Тойымызда Дидар айтатын, Қарқаралыдан Құнанбайдан кейінгі Олжанды алған сен ғанасың деп. Сол айтқандай. Расын айтқан екен. Қарқаралының Олжаны. Енді 2002 жылы есінде болар, Сәкен Сейфуллин театрында үлкен сахнада Бижамал Кемалова апамызбен бір сахнада өнер көрсетіп, Тоқтар Әубакировтың бала кезін ойнағансың. Қандай әсерде болдың, есінде ме? Менің бір маған табан астында тез жауап бер деп сұрақ қоятын болса, өмірімнің ең бақытты сәті деп мен сол сәтті айтатын едім. Ондай бір бақытты сәт қайталана бермейді. Кейде бір аңсап, бір өткен шақтан қай күнге ораласың десе, мен сол күнге оралғым келеді. Ондай мүмкіндік қалай туындады сен үшін? Мен 2-ші мектеп интернатында оқып жүрдім, және де сахнаға шығам, бір өлеңдер оқығанды жақсы көремін, поэзияға жақын болдым. Сөйтіп жүрген кезде, бұл қызық болды. Интернаттамыз ғой. Содан интернат пен мектеп бізде қосылып тұрады, арасы бірге, ортасынан өтіп жүре бересің. Содан мектептегі сыныптағы ұлдармен бірге қашып сабақтан, бір сабақтан қашып, қай сабақтан екенін білмеймін, интернатта жаттық, бөлменің ішінен жауып тығылып жаттық. Сөйтсем, сол уақыттағы сол Сәкен Сейфуллин театры, қазіргі үлкен театр жоқ қой, Станиславский театрдың ішінде бәрі Кеңес Наренбаевич деген кісі келіпті, осылай Тоқтар Әубакіров келейін деп жатыр, соған біз сахналық көрініс қойып жатырмыз, соған Тоқтардың бала кезін ойнайтын бізге бір ұл керек деп мектепке келіпті. Мектеп пен театрдың арасы жақын ғой біздің, қазақша мектеп оның үстіне. Содан кейін жаңағы Тишкен Советіне деген тәрбие бөлімі бойынша жетекші, директордың орынбасары, сол кісі іздеп жатыр деп классқа бір бала жүгіріп келді. Бірақ Тишкен Советіне шақырып жатыр деген кезде менің жүрегім әсіресе зу ете қалды. Қорықтың. Ұсталдым, ұрының арты уыс дегендей дірдек қағып қалшылдап сол жерде сыныпқа бардым. Тишкен Советіне үлкен сыныптың балаларына сабақ беріп жатыр екен. Сосын қарасам бір еркек тұр, ол кезде осының Кеңес Наренбаевич екенін білмеймін. Жұмабеков Кеңес Наренбайұлы. Сосын тұрды да осылай театрға бір рөл ойнауға, рөлді сомдауға бала іздеп жүріп келді. Сосын сол кезде айқайла деді бір, деген сияқты бір. Сол қойылымда сондай бір дыбыстар жасау керек екен. Содан айқайладым. Мектептен 2 бала бардық. Данияр деген бала болды, төменгі сыныпта оқыған. Менің бойым өте кішкентай болды. Мен мектепті бітіргенше 1,5 метр болдым. Кәдімгідей мазақтайтын елдің бәрі. Мен төмен кластың оқушысы деп ойлайтын. Кәдімгідей қатарымдағы сыныптың қыздары, біздің сыныпта оқыған қыздар, мені бір бауырлары сияқты еркелететін, бетіне сүйіп, менің қатарларым қызбен жүріп жүрген кезде жігіт ретінде қабылдамайды. Қабылдамайды, бала сияқты қабылдайды. Мен қазір өздерін жынды қыламын. Сол кезде менсінбедіңдер ғой мен деген сияқты. Бұндай болатынды қайдан білейік деп олар отырады, содан кейін барып. Сонда театрға бардық. Енді менің бағыма орай 1-2 репетицияға дайындыққа Данияр келмей қалды. Соның салдарынан рөлге мен қабылдандым да кеттім. Бағыма қарай. Ол репетицияға келгенде мүмкін ол да өтіп кетті. Мүмкін ол өтіп кетер ме еді. Бұл енді менің бір жұлдызды сәтім, менің бақытты уақытым деп айтуға болады. Толық пайдаландың ол мүмкіндікті. Иә, Аллаға шүкір. Әлі күнге шейін біз Кеңес Наренбайұлы мен Қайрат Кемалов, Бижамал Кемаловамен қарым-қатынасымызды үзген емеспіз. Бір жақсы жаңалықтар болса хабарласып құттықтап тұрамын. Қызығым, қуанышым болса қалдырмауға тырысамын деген сияқты ғой енді жағдайлар. Сол кезде енді сен 6 оқисың ғой, иә? 8 оқимын. 8 оқисың ба? 8 оқимын. 2002 жыл. Сол кезде енді бірақ саған артқан жауапкершілікті сездің бе? Сол уақытта. Менде мынандай болды. Қойылымның алдында мен күлуім керек. Сақылдап баланың күлкісі шығу керек. Өтірік күлу керек, оны және де жазу керек. Бейнетаспаға жазып алу керек. Содан оны маған күл дейді. Мен күле алмаймын. Мен әртіс емеспін ғой. Мен күле алмаймын. Содан сол кездегі келіншектерге күлгісі еді, әртістерге. Олардың дауысы менікімен үйлеспейді. Содан тұрды да маған айтты. Ештеңені білмеймін, ертеңге дейін күліп үйреніп келетін бол деді. Мен түні бойы интернетті басыма көтеріп, шындадамша күліп үйрендім. Бір түннің ішінде күліп үйреніп алдым. Ертеңінде бардым, дыбысты жазуға бардық. Мен сақылдап күлдім. Жарайсың деп арқамнан қақты да соны жазып берді.
Содан кейін ол ертесіне өшіп қалыпты. Одан кейін барып күлейін десем күле алмаймын, жаңағыдай бір тағы да бір ұмытылып қалыпты. Сөйтіп тұрған кезде Кеңес Нарымбайұлы енді әртістің ол да шеберлігі деп ойлаймын. Мен шап берді бұтымнан. Мен күліп жүрдім ана жерде. Сол жазылған дүние сахнаға шықты. Сол күннен бастап Айтуғанның күлкісі ерекше. Осы күнге дейін. Әлі күнге шейін. Мен сол үйренген күлкімді әлі қоя алмай жүрмін. Мен тіпті бір осы Алматыда Мегада тамақ ішіп отырғанбыз, келіншегім бар бәріміз. Сосын қасымызға бір орыстың келіншегі, өзінің бір 4 жасар ма сондай баласымен келіп отырыпты. Сосын бір қалжың болды да мен қатты күлдім өз әдетімше. Ана орыстың баласы жылады, шошып жылады кәдімгідей. Қоймай жылады. Мен жерге кіріп бара жатырмын. Бүйтіп көзіммен ұрланып қарап қалсам, ана әйелдің көзі өткір екен. Мен енді ішінен не деп отырғанын білмеймін, бірақ көзімен сойып жеп отырды. Сосын қою керек деймін, бірақ саңқ етіп кейде шығып кетеді. Кейде емес, жиі шығып тұрады күлкі. Әйтеуір шынайы күлкі болса болды ғой, өзіне жарасын дүние. Енді мектеп интернатында оқыған кезде ең қызықты бір есте қалған оқиғаны айтып берші. Ой, интернатта бірінші есіне түсетін қазір. Интернатта көп. Мен қазір білемін ғой, бірінен соң бір есіме түсіп жатыр. Тіпті интернатта менің қызықсыз күнім болған жоқ. Бүкіл күнім қызықты болды. Біз кәдімгі кешкі тамақты ішіп алғаннан кейін интернатта істемегенді істейтінбіз. Қазіргі бір бауырларына ақыл айтып жүрген, үйтпе, бүйтпе, сөйтпе деп баласына ақыл айтып жүрген Айтуған кәдімгідей қазір әке сен сөйткенсің ба немесе аға сен сөйткенсің ба деп сұраса ұялатындай жағдайлардың біразын істегенбіз интернатта. Су шашу, анау мынау жүгіру, этаждан этажға қашу, мұғалімдардан қашу, бұның бәрі менің басымнан өткен. Және де бірінен өтеді. Столовыйға барып тамақ ішпейтін уақытта нан ұрлап жегеніміз, оның бәрі қызық. Интернаттағы өмірдің бүкілі қызық. Бөліп жаруға болмайды. Ал қиналған сәттерің болды ма интернатта? Үйге қайтқың келіп? Мен барған күні бірінші сәтте барған бетте менің өзімнің туған ағам Бекзат интернатта оқыды. Ағам бір жылдан кейін барып мен қасына бардым. Содан кейін мен өмірімде қалаға бірінші рет келдім сол уақытта. Сол күнге дейінгі өмірімде қалаға бірінші рет келдім. Интернат дегеннің бұрын маңайынан жүрмеген, бұрын тіпті басқа үйде қонақ бола көрмеген. Біздің әке-шешеміз қаталдау, бізді өмірі тойға апармаған. Мен тойға өзім болып өмірімде бірінші рет 2-ші курста бардым. Осыдан ақ түсіне беріңіздер енді. Қазіргі ерекскенде өшін алып жүрмін, қазір аптасына бірнеше тойға барамын, сол балалықтың ызасы өтіп кеткеннен. Сонда келген күні интернатта тамақ береді екен. Мен оны білмеймін. Балалар таңғы асқа барған. Енді қыркүйекте келдік қой, емтиханымыз тапсырдық, өттік. Қыркүйекте жаңа таңғы асқа барған бармағанмын, кешкі асқа барған бармағанмын, түскі асқа барған бармағанмын, түстен кейінгі тамаққа барған бармаған. Мен білмегеннен бармай жүрмін. Қарным ашты. Ағам менің бір қамқорлық бір көрсете қойған жоқ. Енді есінен шығып кеткен, өзінің класстастары өз бетімен жүріп. Содан кейін ағамның класстастары бар, Вера мен Жанат деген. Сол екеуіне барып айттым, мен қарным ашты дедім. Сосын ағаға айттым, магазиннен барып бір тамақ алайықшы деп. Содан кейін тұрды, сен тамақ ішкен жоқсың ба? Жоқ. Өй, жынсың класстастарың біріңмен барып тамақ ішпейсің ба? Тамақ берем бұл жерде деп қоям. Сөйтіп барып әйтеуір бір күннің соңында барып тамақ ішкенім бар. Сол кезде қиналдым. Содан интернат ол белгілі, старшактар болады. Жоғарғы сыныптың балалары кішкене, кімсің сен, ана мынау төменгі сыныпсың, бері кел, әрі жүр деген әңгіме. Сонда жүйенің кесірі тиді ма өзіне? Жоқ. Менде керісінше айтпау керек, мықты болу керек, еркек болу керек деген ұстаным болатын. Одан кейін өзімізді ойнадық қой төменгі кластың балалары. Өшінді алдым деп айтпаймын. Біз қатты бір ойнаған жоқпыз, бірақ біздің әзіл деп қабылдайды, және де ойын деп қабылдайды, бірақ ұруымыз шын болатын, таяқ жеуіміз шын болатын. Бірақ одан ешқандай зиян көрген жоқ. Керісінше ол шыңдала түскен шығармыз. Жарайды. Оқу бітірген соң Қарағанды мемлекеттік техникалық университетке оқуға түстің. Қандай мамандыққа? Теміржол. Өз еркіңмен түстің ғой, әлде біреу ақыл айтты ма? Әке-шешем айтты, теміржолға түс деді. Жұмыссыз қалмайсың деді ме? Жұмыссыз қалмайсың, Жаңаарқада теміржол бар деді. Ол уақытта тамадалықтың иісі мұрнымызға да келмейді. Мен той басқарам деген үш ұйықтасам түсіме кірмеген дүние. Теміржолға әке-шешем түс деді, түстім. Алғашында теміржолға түскенім бір қатты бір көңілімнен шыққан жоқ. Бірінші курсты аяқтағаннан кейін шешем айттым, мен каргуға, юридическийға, яғни адвокаттың оқуына барайыншы дедім. Мен ішінде бір сенімділік болды, мен жақсы адвокат боламын деген ішкі сенімділік болды.
содан кейін үй іші рұқсат берген жоқ. Негізгі ең басындағы арманым бұл Алматыға Жүргенов өнер академиясына түсу болған, және де менің қолдаушыларым да болды. Жаңағы жетекшім болып жүрген Кеңес Нарымбайұлы сол жақтағы мұғалімдермен сөйлесем, сені театральныйға түсіремін деген әңгіме айтып жүрді. Бірақ әке-шешем рұқсат берген жоқ. Өзің барғың келді негізі? Барғым келді. Менің арманым болатын. Әке-шешенің сөзін жерге тастамадың, оқуға түстің. Оқуын бітірдім. Мен жаңағы ақылы бөлімге түстім. Содан кейін соңғы курсымда сабағымның бәрі 5 болды. Соңғы курсымда Шолпан Аханова маған көп қолдау көрсетті политехта. 4-ші курста мен грантқа түстім. Ректордың стипендиясын алдым. Аллаға шүкір, енді политехта да жаман болған жоқ. Бірге оқыған достарыммен әлі күнге шейін отбасымызбен араласамыз. Керісінше мен осы 4 жыл политехтың қабырғасында болғанда еш өкінішім жоқ. Мен бір адал, қандай да жағдайда болмасын, қасында да болатын достар таптым. Еш өкінбеймін. Және де қазақтың тойында алғашқы қадамдарыңды сол политехта оқып жүріп аттадың, иә? Кім себепкер болды? Бізде Төлеу Құнжолұлы деген мұғалім болды. Бар осы әлі де жоқ. Сол кісі айтты, менің 40 жасымда басқарасың деді. Сосын тұрдым, аға мен басқарған емеспін. Сен енді университетте оқып жүріп, өлеңдеріңді оқып жүрдің, иә? Мен поэзия оқитынмын. Белсенді жүргізуші болдым, иә. Сахнаға шығып жүрдім. Содан байқап қалса керек, енді бір ұшқынды ма. Содан кейін тойымды басқарасың деді. Мен өмірі той басқарған адам емеспін дедім. Антансың. Сосын басқарасың, сенің қолыңнан келеді деді. Мен ойда ештеңе жоқ, дайындал, әлі 3 ай бар деді. Тура бір апта қалған кезде ол кісінің бір балдызы қайтыс болды ма, бір қаралы хабар болды да. Содан кейін ол той болмайтын болды. Бірақ менің дайындығым тоқтаған жоқ. Маған негізі көбінесе қолдау көрсеткен. Мен Тамадалыққа, Асабалыққа дайындалып жүрген кезде қазіргі белгілі ақын Қайрат Асқаров, болашақта мұғалім, ол кезде Қайрат Асқаровты барып сағаттап болашақтың алдында күтіп тұратынмын. Аға, сізден бірдеңе сөздер жазып алайыншы деп. Сосын сол кісімен барып, жаңағы шай пәйін әперіп, сол кісі жаңағы шайын ішіп отырып, арасында әңгіме айтып отырады. Мен соны жазып отырамын үлгеріп. Одан кейін Саян Жарылғапов, Жансая Жарылғаповтың інісі Қоңыр мейрамханасында той басқарып жатқан кезде Саянның барып той басқарғанын көріп, керек дүниелерді түртіп алып, Әділбек деген бауырым, нағашы бауырым екеуім. Содан кейін барып, көбінесе мені жетектеген Ерқанат Кеңесбеков. Содан кейін маған қолдау көрсеткен, ең алғашқы тойға жетектеп алып барған политехтағы қазақ тілі мұғалімі Ғабиден Мәжитұлы. Сол кісі алғаш тойға алып барды. Әлі күнге шейін есімде Эльмира Тусупова деген мұғалім бар, қазақ тілден беретін. Сол кісінің бір нағашысы ма, жиені ма, Весна деген тойханада, Сәкен Сейфуллин театрының қасындағы 70 адамдық той болды. Сол тойды ең алғаш басқарған. Ол тойда қалай көп дүниені жатқа білем, тойға қатысты. Тілек берем да, артқа қарай кетіп қалам да, шығып кетіп, қазір не айтатынды ішімнен 5-6 рет қайталап аламын да келем. Ана жерде той қалай өтіп жатыр, саған бәрібір. Түк керегі жоқ маған. Менің ең бастысы жаттағанымды ұмытқанмай айтып шығу болады. Содан жайлап кетті ғой. Енді алғысын алдың ғой сол тойдың? Аллаға шүкір, жаман өткен жоқ. Енді өтірік мақтады ма, шын мақтады ма, бірақ мақтау естідім. Мақтау естіген кімге болмасын ұнайды ғой. Мақтау естідім. Жаңарқадан келіп басқардым. Қайтадан Жаңарқаға бардым. Тіпті соңғы уақытқа дейін менің әке-шешем мені қабылдаған жоқ асаба ретінде. Менің маңайымдағы ағамның достары, өзімнің достарым мазақ қылатын. Менің Азамат деген досым бар. Жаңарқалық, политехта бірге оқығанбыз бір топта. Сол жынды қылатын. Мен Мұхтар Шахановтың «Бақыт деген не өзі» деген өлеңін оқып жүретінмін, тойларда тілек қылып. «Бақыт деген не өзі» деп мені жынды қылатын. Сол қазір өз тамада болып кетті қазір. Ал енді бірінші тойынды басқардың, сосын келесі тойынды қалай алдың? Есінде ме? Арасы қанша ай болды? Сол бірінші тойдан түсті ме? 2009 жылы мен алғаш басқардым тойды. 2009 жылы бұл 4-ші курстың кезі. 2010 жыл екен ғой, 2010 ма, 2009 ма, солай. Бірінші тойым. Одан кейін мен жарты жылдай той басқарған жоқ шығармын. Содан кейін енді мен тойын өткізген үйде жарты жылдан кейін тағы да той бола қоймайды ғой. Содан кейін жылына бір той, жылына 2 той, оның үстіне не деп баға айтуды білмейсің. Білмеймін енді, бергендеріңізді алам дейсің. Біреуі 1000 теңге береді, біреуі 3000 теңге береді, біреуі 5000 теңге береді. Сол уақыттағы ең бір абыройлы шаруа, біз пәтер жалдап тұрдық. Сол пәтердің алдына той иелері машинамен әкеп тастайды. Сол кезде ішіңнен ойлайсың, мына джиппен келе жатсаң, биік машиналармен келе жатсаң, ойлайтынмын,
ана көршілерім есік алдында көрсе ғой менің осы машинадан түсіп бара жатқанымды деп. Енді өмір бақи автобуспен жүрген бала, оның үстіне автобусқа ақша таппай қалатынын айтуғанға енді сол бір жетістік ретінде саналатын мен үшін. Соның бәрінен өттік. Аллаға шүкір, жаман емес. Тамағыңды ішесің ол тойда дейсің ғой. Иә, тамаққа тойып аламыз. Иә, өзі көп тамақ жей қоймайтын адамдардың бірімін, бірақ дегенмен де тәтті тамақ жеген жақсы ғой ақыры. Тойдағы тамақтың жаманы жоқ. Иә, енді шамамен бір 10 жылдан асты ғой, иә? Той саласында жүргеніне. 10 жыл ғой биыл. Тойда жүргеніме де өзіме де юбилей биыл. Иә, айтпақшы құтты болсын өткен туған күн. Өзімді құттықтадым ғой. 10 жылда сенің ойынша не өзгерді қазақтың тойында? Той саласында ма? Мен өзімнің ағаларымнан, өзімнің қатарларымның бәрінің әңгімесін естісем, біз тойға ақша деп келген жоқпыз дейді. Біз жаңағындай тамада келмей қалып, аяқ астынан сен тойды басқар деп бір икемі бар біреуге той басқартып жүрген, сөйтіп асаба болып кеткен, амалсыздан асаба болып кеткен көбісі. Ал қазіргі менің бауырларымның, әріптестерімнің көбісі тойға ақша іздеп келеді. Табыс көзі деп келеді. Иә, табыс көзі деп келеді. Бұл үлкен қателік. Ақшаның артынан қусаң ол өмір жеткізбейді. Бірақ мақсат басқа болу керек, негізі. Мақсат басқа болса, мен тойда бір татымды дүние айтам деген ішкі ойың, бір сол ойдың астарында бір титімдей бір ұлтқа пайдалы бір дүние жасайым деген ойың болса, сол әлдеқайда үлкен жетістіктерге жетелейді деген ойдамын. Жалпы енді не өзгерді? Мысалы 2009-да той қандай болды, қазір қандай? Қазіргі той мен 2009-дағы той тіпті салыстыруға келмейтін шығар. Ол уақытта да жақсы тойханада той басқарды ғой ағаларымыз. Бірақ мен ол тойларда болған жоқпын. Сондықтан да бәлен төлен деп айта алмаймын. Олимпияға кіру деген кәдімгідей, олимпияға кірсең соны бір жыл жырғып айтып жүретінбіз. Ол уақытта Ариста жоқ. 2009 жылы бір жақсылыққа қарай ауысқан дүниесі қазіргі уақытта жігіт пен қыз тұратын бізде. Бет ашатын Ахматаның артында жігіт жолдас пен қыз жолдас дейді. Мен алғаш тойға келгеннің өзінде жігіт пен қыз тұратын. Батыс Қазақстанға барған кезде сол жақтың азаматтары бізді мазақтайды. Сендерде еркектердің де бетін ашады деп. Әлі күнге шейін айтады. Енді ол болған дүние, оны жоққа шығаруға болмайды. Қалғандары сол өз қалпында. Қазіргі тойлар сағаттың тілі сияқты жұмыс істейді. Яғни шашыраңқы той көре қоймайсың. Қазір бәрі жинақы. Бұрын шашыраңқы той көп, у-шу болатын, арақ көп ішілетін. Қазіргі тойларда арақ көп ішілмейді. Қазір бір төрт аяқтап немесе төбелесіз деп жүрген адамды байқамайсың. Бәрі көбінесе мәдениетті той өтеді қазір. Дұрыс. Ал өзің ән айтып көрдің бе тойда? Қуаныш деген, Қасеновта Қуаныш деген 30-дан асып үйленді досым бар, ағам бар, аға досым. Соның тойында Дидар, мен, Шыңғыс, Азамат, Айдос. Осы бесеуміз ән айттық. Бірінші рет тойда айтқан әнім. Еркін Нұржановтың. Иә, бар дегенде бар дегенде, жүр дегенде жүр дегенде айттым. Менің айтатын бөлімім сол болды. Сол бірінші рет айтқан. Бірақ ән айта алмаймын. Әйтеуір достың көңілін жықпайық, досқа бір ерекшелік болсын, тойында бір есте қалатын дүние болсын деп сол бесеуіміздің істегеніміз. Ал көбінесе оның дайындығында бәрінде жүгірген Шыңғыс. Қуанышқа бір жақсы дүние жасайық деген дүниемен істелінді. Ал бұлай енді тыңдағанды жақсы көрем. Әншінің кемшілігі болса байқайым, тез байқайым. Күй тыңдағанды жақсы көрем. Өзім домбырада шерте алмаймын, әнді айта алмаймын. Осы жақында барған кезде шешеме қалжыңдап барымталап тиістім. Неге домбыраға бермегенсіздер біз деп. Икемің болмаған шығар сол кезде, содан кейін барып қатты бізді уайымдамаған шығармыз деп. Жарайды деп қойдым. Мектеп интернатта оқыған кезде гитарада ешкім тартқан жоқ па? Ойнады, гитарада да ойнаған, домбырада да ойнаған. Бірақ онда үйренетін ниет болған жоқ өзінде. Қатты бір талпыныс болмапты. Өзімізден де бар. Әкеміз бен шешемізге жай еркелеп тиісіп қойғанымыз болмаса, ол өзіміздің қателігіміз ғой. 2016 жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің журналистика факультетін сырттай оқып бітірдің, иә? Журналистика факультетінің дипломы қолына тиді. Осыдан бір жыл бұрын той журналының бас редакторы болып тағайындалдың, иә? Иә. Жұмыс қалай жүріп жатыр қазір журналдың? Аллаға шүкір. Той журналы негізі қазір той иелеріне үлкен қажет журнал деп есептеймін өз басым. Өйткені
өмірінде бірінші рет той жасап жатқан адамдар ненің қалай екенін толыққанды сезіне бермейді, біле қоймайды. Сосын жаңалық, жақсы жаңалық. Той журналы осы ақпан наурыз санында басқа форматта шығады. Бұрын А4 форматында шығатын болса, енді А5 форматында шығады. Яғни қыз келіншектердің сөмкесіне салуға болады. Ыңғайлы. Осындай бағытта шығайын деп жатыр. Бұл және де тойға көмек блокнот ретінде де пайдалануға болады. Ішінде жаңағыдай тақырыбымен, мысалы тойға не қажет, тіпті тілек жазатын тұстары, алтын алу керек болса сол қандай алтын алуға болатын тұстары, кімге алтын алу керек екені, тіпті той калькуляторы бар. Яғни қандай асаба, қандай баға тұрады, нешеден нешеге дейін деген сияқты үлкен көмек деп ойлаймын. Мысалы қазір біреуінің тойға көп баратын адамдардың телефонда асабалардың нөмірі көп болуы мүмкін, бірақ бәрінде бірдей емес. Біздің қарапайым ғана бір ауылдан енді көшіп келген, немесе қалада жүріп қатты бір той жасамаған, немесе жас отбасылар бірінші алғаш тойын жасап жатқан, олар бейхабар. Тойда жүрген біз білеміз, бірақ олар бейхабар, аулақ жүреді, алыс жүреді. Сондықтан да сол кісілер үшін үлкен көмек. Енді той журналы бұл біздің кәдімгідей түнде ұйықтамай, күндіз күлкі көрмей дайындап шығарған Қуаныш Сейітжанов ағамыздың еңбегі. Ол кісі біздің бастығымыз. Біз сол кісілерде жұмыс істейміз. Сол кісі мысалы өзінің ойын, пікірін қосып отырады. Біз де өз арамызда, өз кезегімізде жаңағыдай ойымызды ортаға салып отырамыз. Жаңағыдай өзіміздің бір жоспарларымыз болса. Сен бас редактор болғалы журналда не өзгерді? Мысалы өзің енгізген дүниең бар ма? Бізде бір қатты өзгеріс бола қалған жоқ. Менің негізгі бұл тұста менің негізгі жұмысым жаңағыдай сұхбаттарын қадағалап отырам. Мақала жазасың? Мақаласын жазам, сұхбаттарын қадағалап отырам. Және де өзім сұхбат аламын кісілерден. Сол одан кейін барып бізде енді Аллаға шүкір жаңағы әр жұмысты өзінің мамандары жұмыс істейді. Дизайн бір адам жұмыс істейді. Оның жаңағы шығуын, баспаға баруын, оның барлығын қадағалап отыратын адамдарымыз бар. Енді журналда бір өзгешелік болды деп айтпаймын. Біздікі жарнама журналы болғандықтан бұл өзі бір форматта сол бағытта келе жатыр. Міне өзгеріс енді болады. Жаңағыдай А5 форматқа ауысуы. Демек енді бізде журналға қосылған беттерден той ньюс деген бет ашылды. Ол яғни осы Қарағанды өңіріне белгілі асаба, әнші, биші, күйшілерде бір отбасылық бір жақсы жаңалықтары болып жатса, немесе бір жастар үйленіп жататын болса, осының барлығы той ньюсқа шығып, яғни той төңірегінде жүрген өнерпаздардың жақсы жаңалықтарын халықпен бөлісіп отырамыз. Бұл жаңадан қосылған айда. Демек енді журналдың халыққа пайдасы зор деп санайсың, иә? Өте зор деп санаймын. Және әсіресе алғашқы той жасап жатқан адамдар үшін. Қазір той журналының фестивалі өткізілмейді, неге? Негізгі ол жылда өткізілген емес, осыған дейін де жылда өткізілген емес. 5 жылдығы өткізілді, кейін 10 жылдығы деген сияқты енді жоспарларда бар. Алла берді, амандығын берсін. Қазан айында осы Қарағанды қаласында жас асабаларға бағыт бағдар көрсететін тренинг өткізілген болатын, иә? Семинар, спикер өзім болдым, иә? Қанша жас асаба жиналды? 80-90-ның көлемінде асабалар болды. Біз бәріміз таңғалдық. Ағалар айтады, үлкен аға буындарымыз айтады, 50 мен 60-тың ортасындағы, 40 пен 50-дің ортасындағы, мынаның бәрі асаба ма дейді. Танымаймыз ғой көбісін дейді. Мен ол кісілерге айттым, сіздер түгіл мен танымайды екенмін мынаның бәрі. Жас асаба ғой бәрі, иә? Жас асабалар деген көп, өте көп қазір. Ниеттеніп жүрген, иә? Ниеттеніп емес, басқарып жүргендер де жетеді. Демек, сондай семинар тренингтерге сұраныс бар деген сөз ғой. Оны бір тұрақты түрде өткізетін ойын бар ма? Уақыт бар ма, басқалай сұрайын? Негізі уақыт табуға болады ғой, негізі адам өз уақытының иесі өзі ғой. Алланың өлшеп берген ғұмырын, бірақ дұрыс өткізу, дұрыс бағытта қалай өткізесің, ол өзіңнің жоспарлауыңа байланысты. Мен ішімнен армандаймын, осы 30 жастағы Айтуғанның ойлау жүйесімен 20 жастағы Айтуғанның еңбекқорлығын қосса, бір жақсы дүние шығатын шығар деп. Мен қазір жалқаумын, көп жалқаумын. Осы бір қайдан жабысқанын білмеймін. Бұрындары бір қонаққа көп бара қоймайтынбыз, кішкене өз-өзімізге уақытымыз көбіректе болатын. Қазір тура бір нәрсенің қызған шағына келген кезде бір қонаққа кетіп қаламыз. Келгенше жаңағы ойымыз салқындап қалады. Сонымен ол ой далада қалады деген. Кішкентайларым бар қазір. Оларға уақыт бөлу керек. Оларға әйелім бар. Мен қатты оған басымды қатырмаймын.
әйелім қадағалайды, қарайды, олар не киеді, не ішеді, не жейді. Ол қатты менің уайымым емес. Аллаға шүкір, оның бәрін әйелім реттеп отырады. Ол жағына араласа қоймаймын. Анда-санда шаруалар болғанда шығады, балалардың қасында отыра тұрамын. Басқа шаруам жоқ. Демек енді Алла қаласа тұрақты түрде өткізесіңдер. Иә. Өйткені сұраныс бар. Тұрақты түрде өткіземіз деген кезде жылына бір рет мысалы. Ол негізі солай болатын шығар, бағыт бағдар беру мақсатында. Негізі бұның өту себебіне бір себеп болғаны қазіргі тойда бейсауат сөз, адамның миына кіріп шықпайтын әрекеттер, асабалардың барып жатқан ұятсыздықтары, сенің жасың 80-де, 70-те, 60-та екен деп қарамай қалжыңдаса беруі, тіпті өзінен үлкен адаммен құрдасымен сөйлескендей сөйлесуі, мәдениетсіздігі, осының барлығы сеп болды. Сол жаңағы асабалармен, жас асабалармен кездесудің негізгі мақсаты осы болды. Сендер қайда кетіп бара жатсыңдар? Мына жол қайдан келген жол бұл? Негізі жол мынау еді ғой деген сияқты. Сол жерде мысалы әжептәуір әңгіме айтылды. Бұрын басқа өңірден, басқа облыстардан келген асабалар айылын тартып, аузындағы сөзін бірнеше рет қайталап, қорқып келетін. Қазір былайша айтқанда есігімізді теуіп кіреді, өйткені асабалардан қазір қаймыға қоймайды, арқаның асабаларынан деді. Негізгі шындап келсек, біздің арқаның асабалық мектебі өте мықты. Әсіресе сөз сөйлеу, сөз саптау жағынан келген кезде алдына осы ешкімді сала қоймайтын шығар. Осы мәселе бойынша толғағы жетіп, қайнауы жеткеннен кейін барып ол әңгіме болды. Бұл көбінесе асабаларға ақыл айту, мыналарың дұрыс емес деп сол асабалардың кемшілігін сол жерде бәріне бірдей жариялап айтты. Нәтиже шығарғандары шығарар, нәтиже шығармағандары енді өздері көре жатар. Қазір енді елімізде шоумен деген пайда болды. Сол шоумендерге көңілің тола ма өзің? Бәріне бірдей көңілім толмайды. Негізі қазақтың тойында ондай шоумендер керек пе? Қазір енді өзің байқап отырсаң, мойындайтын шығарсың. Халықтың сұранысы сондай шоумендерге жоғары. Мен жоққа шығармаймын, мен мойындаймын. Мүмкін халық та кінәлі шығар, ондай асабалар көбейіп бара жатқанына. Жеңіл әзіл айтатын. Халық тұтастай ұлтты жамандауға, немесе тұтастай ұлтты бәрібірдей жақсы деп айта алмайсың. Мысалы, Абайдың заманында да бардың, тобыр деп айтатын. Абай үлкен ғұлама, ақын адам. Бірақ заманында Абай даурды ғой. Ол ақылды. Енді ақылға салып битіп қарасақ, тойда атасы отырады, әжесі отырады, ұлы мен келін отырады, немересі жиен отырады. Сонда асабаның сөзінен осылар бір-бірінен ұялмайтындай жағдай болу керек қой. Баяғы өзіміздің бала кезімізде телевизордан кино болып жатады, жаман жеріне келген кезде көзімізді жұмып жата қалатынбыз, көрпенің астына кіріп кететінбіз. Өйткені әке-шешемізден ұялатынбыз. Қазір енді тойға барып жатсың, ана асаба аузына келген былапытты сөйлеп жатыр. Сонда құлағыңды жабуға тура келетін жағдай болады. Былайша айтқанда атасы ұлынан, немересінен ұялып отырады, ұлы мен келіні ата-енесінен ұялып отыратын жағдайлар бар. Ал осыған әкеліп тұрған кімдер? Ол тойдағы 200 адамның бәрі бірдей ой сауатты, кәдімгідей керемет дей беруге болмайды. Мысалы, 40% бір мәдениетті қолдайтын, бір қазақтың дамуын қолдайтын адамдар болуы мүмкін да, бір 60% билеп, жаңағы бір сәт күліп, былайша айтқанда 5 минуттық ләззатқа бой алдырып қоятын адамдар болуы мүмкін. Бірақ енді біз асаба болғаннан кейін, елдің сөзін сөйлеп жүріп тұрғаннан кейін біздің мойнымызда жүк бар ғой, жүктелген. Кімнің сойылын соғуымыз керек? Мәдениеттің сойылын соғуымыз керек па, әлде тобырдың сойылын соғуымыз керек па? Осы жағы ойландыру керек асабаны. Өйткені көптің таңдаулысысың. Осы мәселеде ойлану керек шығар. Қазір енді көп жағдайда асабаны той иелері емес, әке-шешесі емес, жас жұбайлар өздері таңдайды. Жастарға сондай жаңағы шоумендер ұнайды. Мен өзімді жоққа шығармаймын. Мен кейде ойлаймын, осы мен халықтың ішін пыстырып жүрген сияқтымын деп. Шаршатып жүрген сияқтымын. Мен басқарған кейбір тойларда бір есінеп отыратын адамдар болады. Бұл менің кемшілігімнен де шығар, бірақ біздің арқаның тойының ұзақтығынан да деп алуға болады. 6-7 сағаттың ішінде физикалық тұрғыда адам шаршайды кәдімгідей. Мен ойлаймын, қазақ та мықты, қазақтікі да мықты деймін да.
7 сағат тапжылмай отыру деген ол кез келген ұлттың қолынан келе бермейді. Негізі Қазақстанның көп өңірлерінде той қазір қысқарды уақыты. Сол сияқты біздің де арқаның тойын ептеп жаңағыдай форматировка, яғни уақытын азайту керек шығар деген ойдамын мен. Ал енді шоу керек жасасын, бірақ сапалы шоу жасасын, сапасыз емес. Бізде шоумендер қалай? Әзілдің 10 оғын атады. 10 оғын атады. 3-еуі тура дөп тиюі мүмкін көздеген жеріне. Халық бұрқ-бұрқ ете қалады. Ал қалған 7-еуі біреудің намысына тиіп кетуі мүмкін. Біз қазақ құдасын құдайындай күткен дейміз, қонақжай дейміз. Ал қонақжайлықтың белгісі не? Қонағының арқасынан қағып, қонағының көңілін жықпай, қонағының көңіліне қаяу түсірмей, қонағының қабағына кірбің келтірмей шығарып салу. Қонақ шақырып отырғаннан кейін. Ал асаба деген кім? Асаба деген ол сол той иесінің айтқысы келген ойын халыққа айтып, қонағына деген құрмет көрсету керек. Өйткені ол той иесінің жалдамалы адамы. Яғни менің айтқым келгенді айт, менің істегім келгенді істе дейді. Ендеше бұл не деген сөз? Бұл асаба кім айтып еді? Құрманғазы. Асаба той иесінің айнасы деп. Тура солай. Егер де жаңағыдай бір былапыт сөз айтылып, ой неше түрлі ойына келген істеп жатса асаба, онда той иесінің өзі сондай деген сөз деп қабылдау керек. Асабасы бір мәдениетті немесе жаңағыдай бір тілеген ағамыз сияқты бір ағылып тұрса сөз сөйлеп, ендеше ол кісінің қонақтары да сондай. Қазақ сөзді түсінетін, қазақ мәдениетті түсінетін кісілер деген сөз. Ана достарыңды көрсет, мен сенің кім екеніңді айтам дегендей, қонағына қарап, асабасына қарап, той иесінің кім екенін айтуға болатын шығар. Енді өзімде шоумен достарым бар шығар, иә? Бар. Оларға бір кеңес беріп, ақыл айтасың ба? Менің өзімнің ырза болатын, жалпы Қарағанды облысы бойынша қазір қатты мойындалып жүргені, халықтың ерекше ықыласына, сүйіспеншілігіне бөленіп жүргені ол Айбат. Рас, иә. Ол Мейірбек. Ол кім? Сабыржан шықты қазір. Енді кім-кімді қайталайтынын білмеймін, қалғандары бәрі осыны қайталайды. Ол анық дүние. Өзіне ұнайды. Негізгі қазір шоумендердің атасы Әлібек шығар. Әлібек Сералиев шығар. Иә, өздері де мойындайды ғой, Әлібектің сөзі. Әлібек қой. Қалғандары былайша айтқанда Әлібектің әскері. Енді сол достардың той басқарғанда өз көңілінен шығады ғой, иә? Мен Айбат екеуміз жиі той басқарамыз. Жиі емес енді. Басқардық. Ол жаңағы әзіл қалжың ойынмен айтады, мен былай сөзін сөйлеймін. Сол кезде Айбаттың не қасиеті бар екенін білмеймін. Ол қанша жерден қатты қалжыңдап жатсын, оған ренжімейді ел. Қабылдап жатады ел. Қабылдайды, ренжімейді. Мен Айбаттың өзін айтам. Айбат, сен басқа қалада жүрік, біз мысалы Алматыда жүрік. Сен анау біреу ұрып жығады деп ойламайсың ба деп. Мен сезем дейді да, ол үйтпейтін дейді. Ал мен қорқам олай істеуге. Мен батылым жетпейді. Бәлкім мен 22-23 жасымда мен де қатты қалжыңдап ойнап той өткізген шығармын. Мен де жаңағыдай импровизация деп бір аузыма келгенді айта салған сәттерім болған шығар. Қазір енді жасымыз ұлғайып келе жатыр ғой, біз жасарып бара жатқан жоқпыз, біз 30-дамыз. Біз мысалы бала бірдеңені бүлдірсе, оған үлкеннің бәрі кешіріммен қарайды, қойшы бала ғой дейді. Ал енді 30-дағы жігіт шатасса, оған қандай кешірім берек? Добалдай жігітсің ғой сен, мынауың не? Баланың ісін істеп тұрғаның не дейді мысалы? Сондықтан да әркім өзінің жасына сай әрекет қылу керек шығар деп ойлаймын. Сосын жаңағындай жауапкершілікті сезіну керек. Жауапкершілік. Сосын жеке басының қамына, мен осы той журналына жариялаған мақаламды. Асаба кеңесі деген бізде Айдар бар. Ыңғай жаңағы той жасайтын адамдарға кеңес ретінде тойдың бір барысын баяндап отырамыз. Мен осы соңғы той журналының санында, алдымыздағы қаңтар-ақпандағы, желтоқсан-қаңтардағы да асабаларға кеңес деген бір бағытта мақала жариялаған болатын, сонда жаздым.
Абайдың қара сөзінде бар. Тек өзін ғана ойлаған адам өзі үшін оттаған хайуанмен бірдей дейді. Яғни біз ақша тапқанымызға мәзбіз, турасын айтқан кезде. Бірақ енді қай бір белгілі алаш арыстарының біреуінің сөзі бар. Кім қай тілде сөйлесе, сол елдің саясатын жүргізеді, сол елдің дамуына көмектеседі дейді. Яғни сен орыс тілде сөйлеп жатсың ба, сен ендеше орыстың мүмкіндігін арттырып жатсың. Сен ағылшынша сөйлесең, сен ағылшынның мықтылығын одан сайын әрі қарай дамытып жатсың. Ал енді қазақтың тойы болғаннан кейін сен асаба ретінде, сөзің өтіп тұрған адам ретінде сен қазақтың дәстүрін дәріптеуің керек. Қазақтың тілінің мәртебесі көтерілуіне жұмыс істеуің керек деп ойлаймын. Сол жерде де айттым, қазір де айтамын, менің негізгі бағытым сол. Әйтеуір маған мен басқарған тойға келген қонақ титтей де болсын бір ұлтқа деген махаббаты оянып, бір қазаққа деген қорған болатындай әрекетке баратындай болса, содан кейін мақсат жаңағындай қазіргі уақыттың трагедиясы, бұрын біз әке-шешеміздің қас-қабағына қарап отыратын едік қой. Қазір әке-шеше баланың қас-қабағына қарап отырады. Бұл негізі трагедия. Өйткені әке-шеше баланың разылығын алса деген дүние жоқ қой. Бала әке-шешенің разылығын алу керек. Бірақ қас-қабағымен қимылдатып отырып, ол қандай разылық әке-шешеге? Тойда да осы дүниені қатты қадағалау керек. Осы әңгімеден мынандай бір сұрақ туындайды. Рухани жаңғыру қалай түсінесің? Рухани жаңғыру. Бұл түрлі шаралар жасалып жатыр ғой. Мен осы соңғы Кейкі мерген деген киноны көріп шықтым. Басынан аяғына шейін өзіміздің қазақтардың түсірген киносы. Мен кәдімгідей рухани жақсы болып қалдым. Және де сол киноны көру барысында біздің ұлтқа жасалған қиянаттарды көрдім. Осы мен қазақпын деген адамның бойында бір намыс оятатындай кино болды мен үшін. Ал енді тойға келетін болсақ, тойда өзінше рухани жаңғыртуға болады. Яғни дәріптеу керек, жұмыс істеу керек. Қай мемлекетке жұмыс істеп отырсың, қай тілге жұмыс істеп отырсың, осыны байқау керек. Баяғыда Мартбек Тоқмырза деген марқұм ағамыз сатирик. Сол кісі айтатын, біз ана тілі дейміз, ананың сүті дейміз. Ол өз тілінде сөйлемеу деген, мысалы, сенің шешең отыр, сосын мына жерде баба Валя отыр дейді да. Сол өзіңнің анаңның кеудесін итеріп тастап, ана баба Валяның төсін емгенмен бірдей дейді да, ана тілінде сөйлемеу. Енді қараңызшы, бір өзіңіз танымайтын бір орыстың Валясының төсін ему деген, былай қарасаң бір сәл жиіркенішті дүние ғой. Ал өз тілінде сөйлемей, басқа тілде сөйлеу де осымен пара-пар. Бұл Мартбек ағамыздың әңгімесі. Мен осы әлі күнге шейін есімнен кетпейді. Астары бар, иә. Айтуғанды не намыстандырады? Мені кейде бір балаларын орысша тәрбиелегісі келетін адамдар намыстандырады. Бір ата жұртынан алыстатып, бұл заманауи деген әңгімелер намыстандырады. Ол заманның жаңалықтарын қабылдау деген ол өзіңнің бұрынғы ата тегіңнен алыстау деген сөз емес. Соның аргументтерін жоққа шығармай отырып, жаңашылану деген сөзде болған өз басым. Яғни кез келген жолы мен Ұларбектің дүниесін оқыдым. Кез келген сонымен толықтай келсем. Екі боксшы бокстаса дейді, мына боксшы біздің қазақтың намысын қорғап жатыр деп айтады дейді. Бірақ ол спорт болғаннан кейін бірде жеңеді, бірде жеңіледі ғой. Былайша айтқанда намыс боксшының қолғабын паналап жүр дейді. Енді бір жерде жартылай жалаңғаштанған қыздардың сайысы болып жатады дейді. Арқа аруы немесе жаңағындай Қазақстан аруы деген сияқты. Сол кезде жартылай жалаңғаштанған қыздарды да жүргізушілер хабарлап жатады дейді. Осы қыз осы облыстың намысын қорғап жатыр дейді. Жалаңаш қыз ол намыс қорғайтын жағдай ма, былайша айтқанда? Бұл намысын қорғамас бірінші арын қорғау керек қыз деген. Сонда намыс ол жерді паналап кетті. Бұл намыс әйтеуір өлместің күні үшін біраз жерлерді паналап жүр дейді. Шынымен де біз намыс деген сөздің қадір қасиетін әлдеқайда жоғалтып алған сияқтымыз. Намыс немене ол? Намыс балаңды әлің келеді ғой балаңа.
балаңды орысша сөйлетпе. Міне намыс. Сен қазақсың ғой. Сол қазақтығыңды жоғалтпа. Сен қанша жерден осы орыстардан артық орысша сөйлеп тұрғанмен сен бәрібір орыс бола алмайсың. Сен қазақсың. Осы ұстанымды ұстану керек сияқты. Намыс ол төбелесте ғана емес, түрлі. Енді намыс қазір біздің түсінігімізде мүлдем басқаша болып кетті, әсіресе қоғамның түсінігінде. Қазақтың жігіті ұлты басқа қызды алған немесе қазақтың қызы басқа ұлт өкіліне тұрмысқа шыққан тойларды басқарған шығарсың, иә? Осындай жағдайға көзқарасың бір той басқардым, орыстың қызы қазақтың жігітіне тиіп жатқан. Мен басқа ұлт өкілінің қызын қазақтың жігіті алуына қарсы емеспін. Өйткені одан бәрібір қазақ туады. Ал қазақтың қызы басқа ұлт өкіліне тұрмысқа шығуға түбегейлі қарсымын. Ол өйткені Қытайды туады, немесе орыс туады, немесе басқаны туады. Жақсы. Осы бір жыл бұрын, шамамен 2017 жылдың желтоқсан айында Мұхтар Шаханов атамыздың шығармашылық кешінде керемет өлең оқып, әдемі бір әсер қалдырған болатынсың, иә? Мұхтар Шаханов атамызбен қандай жағдайда таныстың? Мұхтар Шаханов ағамыз осы жаққа келіпті. Сәлдет деген азамат бар бастап. Сол жігіт мұрындық болып, Мұхтар ағамыз осы жаққа келіпті. Ол уақытта менің келіншегімнің аяғы ауыр, ұлыма. Содан мен қатты жақсы көремін Шахановты. Содан 3-ші күні естідім Қарағандыда жүр дегенді. Лингва оқу орталығында кездесу болып жатыр екен. Әйелімді жетектеп алдым. Осыдан іштегі балаға әсер етсе екен осымен кісімен кездесу деген сияқты. Бардым да өзім сұранып бір әке үкімін оқыдым, жаңа мектеп кезінде жаттаған. Мен ол өлеңді ұмыта қоймайтынмын ешқандай жерде. Сол кісінің алдында аяқ қолым қалшылдап өлеңімді ұмытып сөйттім. Қасында Зәмзәгүл деген ол кісінің журналисті бар, қызындай болып кеткен. Өте жақын адамы Шахановтың, Мұхтар ағамыздың. Содан біткеннен кейін кітабын сатып алдым. Содан кітабын сатып алып жатып, жаңағыдай қолын қойдыртып жазып алып жатырмын ғой енді Мұхтар ағамыздан. Сол кезде біреуін өзіме жаздырттым да, сол кезде қызым бар. Айкөркемге деп жазыңызшы біреуін дедім, менің қызым деп. Ол енді ол уақытта 2-де ғана. Айкөркемге деп жазып беріңізші біреуін. 1,5-да ғана. Біреуін Айкөркемге деп жазып беріңізші, ертең ұзатқан кезде соның жасауына салдыртам мен осы кітапты деппін мен сол кезде. Соны Зәмзәгүл деген кісі жаттап қалды. Мынандай сөзді айтып тұрған бала ендеше бұл да бір түйсік болып тұр ғой деген сияқты ой қалыптасып қалыпты. Зәмзәгүл ханды бірінші рет көрдім. Бірінші рет көріп тұрмын сол кезде. Қазір апамдай болып кетті. Бір жақын адам, жанашыр адам ретінде. Содан кейін жігіттерден сұрадым, Мұхтар Шаханов арқаға келіп жатыр. Қонақ болып. Бірдеңе сыйлық жасадыңдар ма дедім. Бұл мамырдың кезі ма, өзімде де той жоқ. Өзімде қарызбын елге сол кезде. Жоқ, ешқайсымыз жасаған жоқпыз. Жігіттердің ол жарайды өздеріңді қойшы. Анау сыйлық жасамапты, Шахановқа деген ештеңе етпейді, бірақ арқаға келіп ештеңесіз қайтыпты деген тұтастай бір елге ұят қой. Мұхтар Шаханов келіп тұр. Айттым, жігіттер, ендеше мен өзімнің атымнан ол кісіге ат мінгізсем, және арқаның азаматтарының атынан деп мінгізсем дедім де. Тура сол жерде айттым. Мұхтар аға, сізге менің атымнан, менің әулетімнің атынан, арқаның азаматтарының атынан бір астыңызға ат. Қаласаңыз сол қыста соғым қылып сойып апарып берем, қаласаңыз ақша конвертке салып берем дедім. Жақсы келістік. Содан жаңағы Зәмзәгүл деген кісі менің нөмірімді жазып алды. Содан сөйтіп жүрген кезде мен кішкентайлы болдым. Маусымның 29 күні менің ұлым келді өмірге. Мен кәдімгі керемет қуаныш үстінде болдым. Сүйіншілеп тұрып WhatsApp-тан жарияладым жан-жаққа. Өйткені қуанышымда шек болмады. Содан бір күн өтті ме, өтпеді ме, Зәмзәгүл апай маған WhatsApp-қа жазып тұр. Сірә балалардан естіген болу керек менің ұлды болғанымды. Айтылған қалың қалай, сенің кішкентайлы болғаныңды естіп жатырмыз. Сүйіншілесең, сүйіншінің қадірін түсінетін бір қазақ біз едік қой. Неге бізге айтпадың деді. Өзім сасып қалдым. Апай кешіріңіздер дедім. Сосын, ұлды болып жатырмын, мәзбін деп. Сосын айтты, егер де атын қойғызсам десең, Мұхтар атаң қарсы емес деді. Менің қуанышымда шек жоқ. Ондайды күткен жоқсың сен? Мүлдем, тіпті миыма да кіріп шыққан жоқ менің. Әке-шешеме ат қойыңдар дегенмін. Содан әке-шешеме хабарласайын дедім, сол кісілер рұқсат берсе қойсын дедім. Әке-шешеме хабарластым да,
рұқсат етесіздер ма дедім. Ойбай, қойсын Мұхтар қоямын десе қарсылығымыз жоқ деді. Содан әйеліме де хабарласып айттым. Ол кісі ойына келген атты қояды, Мырқымбай деп қойса да қабылдайсың, сондықтан да дайын бол бәріне дедім. Қарсы болған жоқ қой? Мұхтар ағадан бір кезде өзінің аудио баяндамасы келді. Аты ұлт қанат болсын деді. Ұлттың қанаты болсын деп. Содан бастап ұлымның аты ұлт қанат болып аталды. Одан кейін ұлым 1 жасқа толған кезде Алматыға алып барып, Мұхтар Шаханов ағамызға тұсауын кестірдім. Видеосы бәрі бар. Ертең өзіне өскенде көрсетеміз, Алла амандығын берсе. Сен жаман болмауың керек деген сияқтының бәрін істеп жатырмыз, енді ырым жоралғыларының бәрін. Сол кісіге аузына түкірткізіп алдым. Атына заты сай болу керек, Ал шығармашылық кешіне қалай шақырды? Мен енді Зәмзагүл апайдың әңгімесінен естуім бойынша, жаңағы мен өлең оқыған кезде менің дыбысымды ұнатып қапты, өлең оқуымды. Алдында өлең оқыдық қой жаңағы Қарағандыда. Содан Алматыда біраз әртістерге де берген екен негізі бұл поэмасын. Кейіннен ең соңғы жазылған, ең соңғы демей ақ қояйын, осы кейінгі жазылған поэмаларының бірі. Өзінің тұтастай өмірі баяндалған. Сосын маған да жіберді, оқып жіберші осының аудиосын деп. Сосын мен мәзбін, оны жаттап алдым. Сосын жібердім аудиосын. Мұхтар ағадан бірден жаңағыдай қоңырау келді. Жарайсың, музыка қоспа, таза өзін жалаң қалпында оқып шық деді. Соның мәз, ес жоқ кәдімгідей. Қорқа қоянда батыр болған деп, сахнаға шыққан кезде уайымның бәрі ұмытылды. Астанадағы министрдің қатысуымен Мұхтар Шаханов ағамыз өзі отырды, көрермен болып. Содан оқып шықтым, жақсы қабылдады. Үйде оны жаттап жатқан кезде бір қызық болды. Мен негізі өлеңді сахнада ұмытып қалсам, өтірік құрастырып жүретінмін. Ешкім білмей қалатын менің ұмытып қалғанымды. Сосын ананы жаттап жатырмын, ұзақ анау. Сосын уайым жеп барады ішімнен. Сосын әйелім айттым, Ұлжан, мынау ұмытып қалатын сияқтымын деп. Сөйтсем әйелім айтады маған, сіз ұмытып қалсаңыз өтірік бірдеңе айтып жібересіз ғой. Мен айтамын, ей сен қызықсың сен. Ана жерде автордың өзі отырады. Ол кісінің алдында қалай өзінің өлеңін басқаша өзіңше оқып тұрасың. Содан жоқ, Аллаға шүкір, өзім ойлағандай болды. Енді әлі де бір кішкене өзгерту енгізулерге болады, андай мәнерлеу жағынан. Кеткен қателіктерімді өзім білемін ғой, ел білмесе де. Сондай жағдай. Енді ол мен үшін бір өмірімнің жақсы бір белестері. Осы тұста Мұхтар Шахановтың концертіне баратын кезде күні белгіленді, 23 наурыз деп. Сол уақытта мен бір кісінің тойын басқаруым керек болған. Мен бірақ тойдың иесіне барып айттым. Менің өмірімде бұндай мүмкіндік екінші рет болмауы мүмкін. Сондықтан да рұқсат беріңіздерші. Мен асаба тауып берейін. Мен жеңілдік сатып сөйлетіп берейін. Тіпті қаласаңыздар мен асабаның ақшасын өзім төлеп берейін. Мені жіберіңіздерші. Осындай, бұндай сәт менде болмайды деген сияқты. Біраз әңгімелестік, басында өкпелегендей болды. Соңында шындық екенін түсінді, батасын берді. Өзі жігіт, және жақсы төбелесетін жігіт, кәдімгідей төбелестің ортасында жүрген жігіт. Сойып тастаса да өкпем жоқ ол кезде, өйткені мен уәде берген болатынмын. Жоқ, жіберді. Өздері тамада тауып алды. Жіберді, барып оқыдым. Кейіннен келгеннен кейін видеосын жібердім. Мінекей деген сияқты. Дұрыс бауырым, сенің солай алдыма келіп біздің рұқсатымызды алғаныңа ырзамын, өйткені рұқсатымызды алмай сыртымыздан ауырып қалдым деп өтірік айтып кетіп қалсаң да болатын еді. Енді бұл өзіңнің жақсатыңа тағы да бір қосқан үлесің болды деді. Қойда тыныш, қожада тыныш. Жақсы тарқастық. Енді жанұяңа тоқталайық. Ұлжанмен қалай таныстың? Ой, ол бір кітапқа арқау болатын әңгіме негізі. Ертең қартайып қолымыз босаған кезде жазармыз бірдеңе. Қысқаша. Ұлжан мектеп оқиды. Фархат Сапан деген менің досым бар. Әнші. Сол Фархаттың ноутбугын қарап отыр едік, бір әдеміше келген қыз баланың суреті тұр екен. Мә кім деп едім. Енді қызығушылық танытқанымды ол да сезген шығар. Қарындасым деді, сол бетте жаба қойдық. Сосын ол уақытта Mail.ru-дан тауып алдым да хат жазып жүрдім. Ол мені аға дейді, ағамның досы, аға, сіз мектеп оқиды ғой енді бала. Арамыз 7,5 жас. Мен 89, ол 96. Сөйтіп 11 оқыды. 11 оқыған кезде екеуміз сөйлесіп жүрміз, бірақ әлі келісім берген жоқ. Сол Құдай енді маған бұйыртып тұрғаны ғой. Оларды мектептерін 12 жылдық қылып тастады ғой сол жылы. 12 жыл оқитын болды мектепте. Сосын 12-ші жылы мен де барымды салып тырыстым, көндірдім. Ол өйткені 11 бітіріп Алматыға не Астанаға кетіп қалса бітті, маған жоқ қой онда. Сосын ол 12 бітіргенше мен көндірдім. 12 бітірді, аттестатын алды, ертеңді алып қашып кетті. Түсірдім апарып. Қазір Аллаға шүкір, бір қызым бар, бір ұлым бар.
үшіншісін күтіп жүрміз, бұйырса амандығын берсе. Айкөркемнің атын менің нағашы әжем қойды. Ақгүлім деп қоймақшы болды әуелде. Сосын Ұлжанмен сөйлесіп әжем, әй Ұлжан, Ақгүлім деген қалай болады осы деп. Сөйтіп Ұлжан айтыпты, апа қара қыз болса не істейміз деп мазақтайды ғой деп. Сосын ендеше Айкөркем болсын деп, Айкөркем деп қойды. Көркемжан деген Кененнің қызы болған екен. Сосын енді осы ұлдың аты Айтуған. Сол Айтуған адан басталсыншы. Сол Ай болсын алдында, Айкөркем болсын, Жайкөркем болмасын, Айкөркем болсын деп Айкөркем қойды. Нағашы әжен тігіп жүрген шапан, Иә. Жанарқа шапаны деген брендке айналып, бүгінгі таңда талай азаматтарды жылытып жүр, иә? Ол қалай болды сонда? Бұл менің тойымда, менің үйлену тойымда апам 70 шапан ба, 100 шапан ба тігіпті. Айтуғанның келетін ағалары бар, солар менің атымнан киіп жүреді деп. Тойда соның бәрін таратты. Біреуін қалдырмай таратты. Онымен қоймай, жас туған келіншектерге, жас босанған келіншектерге жилетке тігіпті, бас киім тігіпті, кішкентай балаларға жилетке шапан тіккен. Соның бәрін тойымда менің сыйлықтың орнына сол шапандарды менің достарыма таратып шықты. Әлі күнге шейін сұрап киіп жатады. Апамнан барып алып, жаңағыдай апа тігіп берші деп қолқа салып киіп жатады достарым. Содан оны Ғадылбек киіп Қарағандыға келген кезде, Жаңарқаға келген кезде ол Инстаграмына салып жіберіп, одан кейін Сәкен аға келген кезде Сәкен аға кигізді. Одан кейін Мейрамбек ағалар, Кенжебек ағалар келген кезде бәріне кигізтіп жатыр. Роза келгенде кигізтіп. Тіпті әртістер бар кәдімгідей хабарласып, апаның шапаны керек еді дейтін. Мысалы, досым Жанағаға киді. Одан кейін Көжекбаев Медет мысалы киді. Енді Аллаға шүкір, апамның шапаны. Ақыры ана бір махаббатпен істелінгеннен кейін ол өзінің иесін, жерін табады ғой бәрібір. Енді андай бір ой туындаған жоқ па өзінде? Сол істі бір қолға алып, адамдар жалдап, әжем батасын беріп өзі кигізсе. Ол бәрібір әжемнің тіккендей болмайды. Ол бизнес болғаннан кейін ол коммерция болады да. Ал бәрібір ол әжем тіккендей болмайды. Әжемнің өзінің жақсы қасиеті бар. Үйге келін түссе, келінге шапанмен жилетке тігіп қояды. Ана босанған әйел бойын жылыстау керек деген түсінікпен сол жилетке тігіп қояды. Біздің үйге түскен бәрі келінге жилетке тігеді. Өмірге келген балаға міндетті түрде шапан жилетке тігеді. Бас киіміне. Енді біздің бағдарламамызда дәстүрлі сұрақ бар. Әр қонаққа қойылатын. Бірінші сұрақ: Айтуған бір айда шамамен қанша ақша табады? Әжептәуір. Көп табам. Санын айту керек қой. Санын айту керек. Бүкіл қонақтар айтады. Ол енді халыққа қызықты сұрақ. Мен жоқ дегенде 500-600 мың табам. Шамамен. Құдайдың бергені, бұйырғаны. Көп дегенде енді әжептәуірға барып қалады. Жақсы. Келесі сұрақ: 10 жылдан кейін Айтуған қандай? Мен ұлтқа қызмет еткім келеді. Қазақ ұлтына қызмет еткім келеді. Кәдімгідей соның бір ұлттың бір қажетшілігіне жарағым келеді. Тіпті бір титімдей теңізге қосқан тамшыдай болсын, бір келіп өзім үшін өмір сүріп, отбасымның жағдайын жасап, өліп қалғым келмейді. Мен кәдімгідей бір ұлтқа еңбек етіп барып, мен мысалы асабалығым мен үшін бір саты болды. Яғни мен жақсы адамдармен таныстым. Жақсы адамдармен сөйлестім. Мен жақсы адамдармен кездестім. Мен Аллаға шүкір деймін. Мен елбасының жанұясының да тойын басқардым. Болат Назарбаевтың әулетіндегі тойды басқардым. Аллаға мыңда бір шүкір. Мен осы арқылы қазір маған жаны ашыр, маған әрдайым қолдау көрсетіп жүретін, мысалы, Аманжол ағамызбен таныстым. Әлтаев Аманжол. Жерлесім болғанымен Жаңарқада қанша адам бар ғой, бірақ бәріне бірдей Аманжолдай аға бұйыра бермейді. Әлтаев Аманжол ағам болды. Менің мысалы Қарағандыда осы мен деген азаматтардың бәрі ағам болып, мен ол кісілердің бауыры болып жүрмін. Бұның бәрі маған тойдың берген нәтижесі. Қазақ тойында жүргеннен кейін. Және де ортаға өнеріңмен емес, мінезіңмен сиясың деген ұғым бар. Мен сол кісілердің алдында дұрыс іні бола алдым ау деп ойлаймын ішімнен.
және де осы қалпынан ажырағым келмейді. Мен Құдайдың құтты күнінде әйеліме де айтып отырамын, енді менің негізгі сырласым әйелім ғой. Өзімнің әңгіме арасында мен қатты көп сырласа қоймаймын негізі. Кейде маған әйелім ренжіп жатады, мен жастыққа басым сұйықтақ болатын адаммын. Кейде әйелімнің іші толған кезде неге әңгімелеспейсіз деп ренжитін жағдайы болады. Бірақ мен әңгіме арасында шай үстінде болмасын өзімнің өмірдегі негізгі мақсаттарымды айтып қалып отырамын. Ол асаба жетеді. Кәдімгі керемет сөз айтып жүрген асабалар жетеді. Бірақ басқаларынан гөрі менің неге бағым басымырақтау болып кетті. Ол менің сол кісілерге жұмсақтығымның арқасы шығар деп ойлаймын өз басым. Және де осындай мінез қалыптастырған бірінші Аллаға, екінші менің әке шешеме, ата әжелеріме үлкен рахмет айтамын. 10 жылдан кейін Айтуған той басқарады ма? Мен қазірдің өзінде ептеп тойдан бір басқа салаға қарай ауысқым келеді. Тойдың нағыз қызығы сол бір 20 мен 30-дың арасы ғой деймін осы. Нағыз қызығы. Сол үйленіп жатқан жастар мысалы көбінесе өзі 20 мен 30-дың арасындағылар үйленеді ғой. Қатарың замандасын, қалай қалжыңдассаң да жарасады, үйтсең де бүйтсең де жарасады. Енді қазір өзіңнен бір 9 жас, 10 жас кіші балалар үйленіп жатыр қазір. Олармен қалай қалжыңдасып тұрасың енді? Бір келмейді ғой. Болмайды да енді. Сондықтан да тойдан өзімнің алатынымды алдым, тойға өзімнің беретінімді бердім. Енді маған жайлап жылыстап халық өзі болдың ғой сен кетсейші деп қуып жібермей тұрған кезде өзім жайлап кетуім керек сияқты. Ондай ой бар, иә? Бар. Өзіңді бір тележүргізуші ретінде немесе бір театрдың сахнасында көресің бе? Театрдың сахнасында мен ойнай алмаймын. Менің оған білімім жетпейді. Менің оған кәсіби оның оқуын оқымағанмын. Сондықтан да театр әртістері керемет қасиет тұтатын сахнаны мен өзімнің білімсіздігіммен былғағым келмейді. Әйтпесе осы ана танысыңды өтініп, мына танысыңды өтініп, кез келген жерге басыңды сұғып алуға болады. Бірақ мен әр салада сол саланың маманы жұмыс істегенін қалаймын. Электрик өзінің тоғымен айналыссын. Әкім ел басқарсын. Асаба той басқарсын. Әнші әнін айтсын. Әр саланың маманы өз ісімен айналысқан жағдайда ғана біздің елімізде даму болады. Және де менің қазіргі ойым, мүмкін біреулер айтатын шығар, Айтуған тойдан жағдайын жасап алды, енді бұл ана су ішкен құдығына түкіріп жатыр деп. Мен осы қазіргі таңда қазақтың тойын кәдімгі заң жүзінде бір қысқартса да мен қарсылығым жоқ. Өйткені мен бүйтіп қазір қарап ойланып отырмын да. Өміріміздің бәрі ойын күлкі тоймен өтіп бара жатыр. Бір ойлап тауып ештеңе жасап жатқан жоқпыз. Бір басқа бағытқа күшімізді жұмсап жатқан жоқпыз. Даму саласына қарай кішкене. Өзіміз неге көлік жасамасқа? Өзіміз неге ұшақ жасамасқа? Біз тек құрастырушымыз қазір. Бірақ өзімізде шикізат жетеді ғой. Осы біліміміздің бәрін, жас өміріміздің бәрін тойға жұмсай бермей кішкене басқа бағытқа жұмсасақ. Енді ана жол бүйтіп өзім ойлап қарап отырсам, кейде балаға әке шешенің махаббаты жетіспейді. Өкіметте жұмыс істейтін адамдар 5 күн жұмыс істейді. Ол егер де сыйлы, ел ортасындағы беделді адам болатын болса, оны міндетті түрде сенбі-жексенбіге тойға шақырады. Біздің Арқаның тойы қалай? Таңғы сағат, түскі сағат 1-ден 10-ға дейін сол тойда болуым керек. Ол не деген сөз? Тағы да сенбі-жексенбі күні де әке шеше баласының қасында бола алмайды деген сөз. Бұл трагедияға айналдырып соғады ертең. Ана жол Мұхамеджан Тазабеков өзінің Instagram парақшасында жариялап қойыпты. Бүгін сен балаңа 1 сағат уақытыңды бөлетін болсаң, ертең ол саған 1 минутын арнайтын болады. Бүгін 1 минутыңды арнасаң, ол саған ертең 1 сағатын арнайтын болады. Егер де бүгін балаңа 1 сағатыңды қимасаң, ол саған ертең 1 минутында қимайды дейді. Сол сияқты бізді енді тойға бармасаң ұят дейді. Сол себептен амалсыздан барады. Мен қарап отырсам, қазір екінші дастарханда көбінесе адамдар, үлкен кісілер, әсіресе ата-әжелер амалдың жоқтығынан отырады. Қалғып мүлкі бір ұйықтап бір оянып. Антракт уақытында сол тойхананың кіре берісінде бір-біріне сүйеніп, әйтеуір бір жатайын десе жататын жер жоқ. Сол шарасыздықтан отырады. Осы тойды ептеп қысқарту керек сияқты біздің тойды. Мен бүйтіп ойлап қарап отырсам, бірінші столды 3 сағат қылайық, сосын шайды антракт уақытында бере берейік,
Сосын кететін адамдар кете берсін, жастар өздері билей ме? Міне шоумен да осы уақытқа керек. Өздерінің қатарлары қалады да, қалай ойнайын десе де өздері біледі. Не істегісі келеді, соны істемейді. Қатар болғаннан жарасымды. Менің өзімнің 30 жасымда Айбат басқарды. Әйелім маған бір кәдімгідей жақсы бір дүние жасап, ойда жоқта тосын сый жасап, достарымды жинап, ішінен іліп шалып, ағаларымды шақырып, кәдімгі той болды 70 адамдық. Соны Айбат басқарды. Ортамызда былайша айтқанда неше түрлі қалжыңның төресі айтылды. Ол бірақ үлкендер естуге болмайтын қалжыңда ол жерде айтылған дүниелер. Өз орталарында жарасымды дүние болды. Құрдастардың ортасында жарасымды. Ол рахат дүние құрдастардың ортасында. Бірақ оны әке-шешенің көзінше айтуға болмайды ғой. Мысалы қазір менің сыныптастарыммен мысалы арасында мен ит әй деп оған бір балағат сөз айтып қалуы мүмкін. Бірақ ол сөзді әке-шешең айтпайсың, немесе жасы үлкен адамға айтпайсың ғой. Субординация бар. Сол субординация сақталу керек та. Бұл мәдениеттің белгісі. Осы шоумендерге айтатыным осы. Мәдениеттілігін көрсету керек та олар. Асаба ол мәдениеттің адамы. Өзінің негізгі мамандық бойынша жұмыс істегің келе ме келешекте? Темір жолда ма? Менің табиғатым келмейтін сияқты темір жолда жұмыс істеуге. Енді Алла басқа салып жатса істейсің ғой. Темір жолда болмақты күлі осы базарда арба сүйретуге де көнесің ғой, егерде тағдыр басына салып тұрса. Бірақ енді 10 жылдан кейін өзіңді нақты қай салада болам дегенді әзірше айта алмайсың. Мен радиода жұмыс істегім келеді. Мен кәдімгідей жаңағындай бір заманауи радио емес, бір ұлттық радио, яғни Шалқар, Қазақ радиосы деген сияқты радиоларда қызмет жасағым келеді. Мен осы ұлттық нақышы, ұлттық бояуы кетпеген арналарда жұмыс істегім келеді, телевидениялық жобаларда. Және де өзімнің жеке кәсібім болғанын қалаймын. Айтуған мен өз басым. Мен қарттыққа кедейлікпен барғым келмейді. Қарттыққа кедейлікпен барғым келмейді. Бұл өте қиын дүние. Енді жақында осы Қазақ радиосы, Шалқар радиосында кастингтер өтті. Бағанды сынап көрген жоқсың ба? Естідім, үлгермей қалдым. Негізі ниет болды. Болды. Жақсы. Енді бізде мынандай бір айдар бар. Көрермендерден сұрақ деген. Сол сұрақтарды оқып берейін. Бегарыс Жұмабек деген жігіт жазыпты. Жас асабалар арасында таралып келе жатқан айтуғанның стилі туралы не ойлайсыз? Яғни сізге еліктейтін жас буынға не айтар едіңіз? Менің стилім ол бұрыннан келе жатқан жол деп ойлаймын мен. Бұрыннан келе жатқан көш, мен сол көштегі біреумін. Және де бұл көшке келіп қосылам дейтіндер болса ешқандай қарсылығы жоқ. Мен өз той иесімен жолыққан кезде қазір айтамын өз. Апай, мен шоумен емеспін. Менен ойын бірдеңе күтіп қалмаңыз. Мен қазақ тәрбиенің айналасында жүрген адаммын. Мен сол маңайда ғана жұмыс істеймін. Мен біреудің кекілін немесе біреудің мұртын, біреудің киімін әңгіме қылуға тырыспаймын. Сондықтан да егерде аудиторияңызға мен лайықтымын десем ғана алыңыз. Егерде лайықсыз болсам, онда мені қорғылмай-ақ қойыңыз. Және де тойларыңыздың жақсы өтуін қаласаңыздар, онда жаңағыдай шоумендер алыңыз, ойын қалжың керек болса деген сияқты қылып айтамын. Ал енді Бекарысқа айтатыным, егерде осы бағытты ұстанамын десе қарсылығым жоқ. Ең бастысы бір ғана өтінішім, мысалы Қадыр Мырзали бәлен кітап оқып бір керемет өлең жазды. Оны оқып тұрады бір асабалар. Ана өлеңді өзі түсініп тұрмағанын біліп тұрасың, естіп тұрып. Бір асаба тойда басқарып тұрып, Руслан Нұрбайдың әріппен ұғым деген өлеңін оқыпты. Сол тойда Руслан Нұрбай мен Қайрат Асқаров қонақ болған ғой деймін. Сол енді қызық көрейік деп жаңағы асабаға келіп, ай бала, жаңа әріппен ұғым деген өлеңің тамаша екен, кімдікі депті. Руслан Нұрбайдікі аға депті. Жарайсың, білесің, біледі екенсің ғой. Руслан Нұрбай дегенді білесің бе өзің депті. Білмеймін аға, сол кісі ішіп қайтыс болған деп естеймін депті. Масқара ғой бұл. Сен өлеңді оқыдың ба? Ендеше соны жазған адамды құрметтеуің керек біріншіден. Сосын ақынның халыққа айтқысы келген ойын сол қалпында жеткізуге тырысуың керек. Сосын мысалы менің сценариймен той басқарып жүрген асабаларға айтатыным, олар ұзату тойын басқарады екен, мен үйлену тойын басқарады екен. Осындай жағдайлар көп болып жатады менің басымда. Менің тойға әкелген дүниелеріммен сен ақша тауып жүрсің, нан тауып жүрсің ғой. Ендеше менің сөзімді айтып жүрген құрметтемей, ол қазақтың сөзі ғой. Бірақ мен айтып жүрмін да оны. Тойға енгізген адам ретінде. Сол сөзге деген құрметтің артында
айтуғанға деген де құрмет тұру керек та. Сен ұзатуды айтып жүресің, оны барады да айтуған тойда қайталап тұрады. Содан кейін бұл жерде не дейді? Қойшы, айтуғанды бәленбай қалдырдық, мынауың далбас екен ғой, ұзатудағы әңгімені айтып тұр ғой дейді да. Ол халықтың бәрі біле бермейді, ол менің айтып жүрген әңгімемді айтып жүрген. Сондықтан да кім нені болсын айтсын, авторын айтып отыру керек деген ойдамын. Айтуған ағамыз айтсын деп айта салсын. Сол поэзияны оқисың ба, өлеңді оқисың ба, өз атыңнан оқыма. Кімдікі авторы, соны айт. Мысалы, мен жақында Бейбіт Сарыбайдың керемет жазбасын оқып қалдым интернеттен. Бейбіт ағамыздың өзіне жазып жібердім фейсбугына. Аға, осы бір керемет жазбаңызды тойда пайдалансам бола ма деп. Айта бер деп жазып жіберді. Рұқсатын берді. Айтып жүрмін. Келесі сұрақ Самат Асаба жазыпты. Егер де жастар сізден тәлім тәрбие алғысы келіп, сіз жүргізген тойларда отырып көрсе болады ма дейді. Болады, міндетті түрде. Міндетті түрде болады. Және де келіп жүрген бауырларым бар. Мен өзімнің тапқан табысымның кішкентай әйтеуір бір бұрышынан болсын, қалталарына ақша салып беріп те жатамын кейде. Ана меселі қайтып қалмасын. Кішкене тойға деген құлшынысы болсын деп. Баяғыда өйткені Ерқанат мені жетектеп жүрген кезде қалтама ақша салып беретін. Аға, керегі жоқ, мен сіздің табысыңызға ортақтасқым келмейді, мен масыл болғым келмейді сізге деп айтамын ғой енді, барын салып. Сол кезде айтатын, әй, ана бір бала бүркітті баптаған кезде, егер де ол аңға шығып келгеннен кейін оған міндетті түрде шикет тастайды алдына. Ананың аңшылыққа деген бір құмары қашып кетпесін деп дейді. Тура сол сияқты сен де бапталушы бала бүркіт сияқтысың. Сенің де бір кішкене қызығушылығың болу керек деген сияқты. Ол жасалу керек, ол міндетті түрде. Жақсы. Азат Болатов мырза мынандай бір сұрақ жолдапты. Өзіңіздің ізіңізден еріп келе жатқан асабалардың бойынан қандай үш қасиет табылуы қажет? Арақ ішпеу керек. Тойда асаба болғаннан кейін ел мақтаған жігітті қыз жақтаған дейді. Ол біреу болмаса бір бой жеткенге ұнап қалуы мүмкін. Тойда кез келген бой жеткенде жетектеп кете беруге болмайды. Сосын дәуренің жүріп тұрған кезде өзіңнің жағдайыңды істе. Яғни табысыңды оңды солды шашпа. Жинақтал, әке-шешеңе көмектес, бауырларыңа көмектес. Ал той басқару мәселесіне келетін болсақ, былапыт сөйлеме, аузыңды былғаныш сөздермен былғама. Алла ауызды саған басқа мақсатта берді, адалас үшін берді және дұрыс сөз сөйлеу үшін берді. 10 күнәнің 9-ы тілден деген әңгіме бар. Сондықтан да тіліне ие болу керек асаба. Сосын халық қандай күйде болсын, осы жаттағанымды айтып шығуым керек дегенді қою керек. Халық не қалап отыр, соны беруге тырысу керек. Көңіліне қарағанын беру керек. Жақсы. Қандай той ерекше есіңізде қалды? Менің Ақжалда елдің көбісі Валет деп біледі, Ақжалдағы адамдар. Жандос деген жігіттің тойын басқарған. Сол той есімнен кетпейді. Бір жақсы, бір берекелі той болған. Кәдімгідей әлі күнге шейін сол тойда бір елдің ашық жарқын күліп отырған есімнен кетпейді. Мәз болып. Одан кейін бәр той бір-біріне ұқсайды. Бір ерекше жағдайлар болды ма той үстінде? Мен өзім ұялатын бір жағдай болған. Аманжол Әлтаев ағамыз Астанадағы Редисонда той басқаратын болды. Осыдан 6 жыл бұрын ба, 7 жыл бұрын. Содан айтуған келіп маған көмектес деп шақырып алды. Бардым. Сосын оркестр шақырып беру керек болды. Үлкен дөкей адамдардың, мемлекеттік қызметте жүрген адамдардың той. Сосын оркестрді шақырып кел деді. Жүгіріп тез барып кел деді. Жүгіріп шақырып келе жатқам, ондай тойханаға бірінші рет кіру, мынандай қымбат тойханаға. Шақырып келе жатқам, жүгіріп келе жатқам, қарасам алдында есік сияқты тұр, енді өтіп кетем деп ойладым ғой. Сөйтсем айна екен. Тоқтап үлгермедім. Кәдімгі пычық деп барып соғылдым ғой. Ана жерде охранник тұр екен, құлап қалды күлкіден ше, кәдімгідей. Бүйтіп қарадым да үстімді қағып ары қарай жүгірдім. Сондай бір жағдай болды. Сол есімнен кетпейді, өзім ұяламын. Сол үшін енді көп адам көре қойған жоқ. Ал енді тойда білмеймін, неше түрлі жағдайлар болады. Тойда көп қой жағдай. Енді өзің жаңа айтып өттің, осы тойдың арқасында көптеген белгілі қазақтың азаматтарымен таныстың, иә? Сен үшін ең маңызды 3 адам. Сен сол кісілермен суретке түскен. 3 сурет. Ол да бір дәстүрлі сұрақ біздің бағдарламада. Мен тойда 3 суретке түскен 3 адам, иә? Мен үшін 3-ші орыннан бастайық. Аха. 3-ші орыннан. Ең алғаш Мейрамбек Беспаевпен суретке түскенім. Қай жылы? Үлкен мәртебе болды. Бұл 2000, қазір өзі 2019 ба, бұл 2012 ма сондай шығар. Сол жылдар шығар.
Бұл біреуі дейік, 3-ші орын деп қойсақ болатын шығар. Одан кейінгі суретке түскенім елбасының бауыры Болат Назарбаевпен суретке түскенім шығар. 2-ші орын. 2-ші орын, иә. Ол тойда айтпақшы елбасымыз болды ма? Жоқ, болған жоқ. 3-шісі 1-ші орын. 1-ші орын. Мен білмеймін енді, маған қатты әсер етті. Қазақтың ішінде ғарышқа шыққан өзі шамалы ғой, саусақпен санарлық. Соның біреуі Айымбетов. Сол кісімен суретке түскен. 1-ші орын. Солай деп болатын шығар. Өйткені ол Қазақстанда ондай адам көп емес. Тоқтар Әубәкировпен таныс емессің, кездескен жоқсың? 8-ші сыныпта кездестім. Одан кейін Жаңарқада кездестім. Сол Жаңарқада бәрінде суретке түспеппін. Сол суретке түскен жоқпын, білмеймін екен. Жақсы. Айтуғанның ең үлкен арманы? Ең үлкен арманым ба? Ұлым мен қызым Тұрсадан болса екен. Және де әке-шешемнің атына кір келтірмесем екен деген арман шығар. Намыстарынан нұқсан келтірмесе. Қазақтың азаматтары болсын. Ұрпағым салиқалы болсын дейсің ғой, иә? Ұрпағым. Ертең әке-шешем мен үшін үй алмаса, мен ұл қызым үшін үй алмасам. Негізгі мақсат осы шығар. Жақсы. Және де ұлым мен қызым мен үшін, ұлжан үшін үй алмаса, әке-шешесі үшін. Негізгі мақсат сол ғой. Адам болып келдім өмірге, мен осыны қатты жақсы көремін. Осыны мен бірнеше рет тыңдаймын. Тіпті блокнотыма да өзімнің жазып қойған арнайы қойын дәптеріме. Жәнібек Әрменовтің жігіттерге айтқан дүниесі. Ойламаңдар жігіттер деген әні дермес. Өмірлік ұстанымын сол сөз болып тұр ғой. Адам болып келдім өмірге, адам болып кету тілегім, бәріңе соны тіледім дейді. Мықты. Осы ұстаным. Жақсы. Айтуған көп рахмет. Өте бір шынайы сұхбат болды, әдемі әңгіме болды. Көрермендерге қызық болады деген ойдамын. Құрметті көрермендер, осы сұхбатты Алла қаласа Алаш Лайф YouTube каналынан тамашалайсыздар. Айтуған көп рахмет. Арманың орындалсын. Уақыт тауып, сұхбатқа келісіп, бүгін осы жерге келген үшін мың алғыс. Рахмет. Қазақтың айтуғаны болып, мақтанып тұратын ел азамат болуына тілектеспін. Тіл көзден аман бол. Рахмет айтуған. Үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Істеріңе береке берсін. Сау болыңыздар. Аманшылық болсын, жақсылық болсын.